Құрметті оқырмандар, арнама қош келдіңіз. Лүпіл басып, арнама тіркеліп, қолдап кетіңіз. Баршаңызға бақыт тілеймін. Ұйқы бар жерде төсек жиылмайды, өтірік бар жерде өсек тыйылмайды. Қыздың жақсы болуы санасынан, санасының жақсы болуы анасынан. Мықтылар құлайды, олар қайта аяғына тұрады. Сол себепті олар мықты. Пайда келтіре алмасаң, зиян тегізбе. Қуанта алмасаң, ренжітпе. Малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы. Екі жақсы қосылса, айырылысуға қиыспайды. Екі жаман қосылса, кең дүниеге сыйыспайды. Бізге қарны тойса қалғып кетпейтін ұрпақ керек. Басыңа іс түссе, жақсы көмек етеді, жаман күліп өтеді. Көңілің қалған адамның көлеңкесі де сүйкімсіз. Сара жолдың қадірін адасқанда білерсің, қарындастың қадірін қарасқанда білерсің. Ойлаймын да, не сұрасаң да Алладан сұрау керек. Кісіден сұрасаң, берсе міндет, бермесе қорлық. Алладан сұра, берсе нығмет, бермесе хикмет. Асылы істеген жақсылығыңды бала тәуір біледі. Кейбір үлкенге істеген жақсылығың зая кетеді. Қолдан келсе, баланы қуанту керек. Ол қуанса, шын қуанады. Әйелдің қандай екені күйеуі кедейленгенде білінеді. Еркектің қандай екені әйелі ауырғанда көрінеді. Бауырлардың татулығы мирас бөлгенде байқалады. Нағыз дос басқа із түскенде айқындалады. Мұсылманның иманы сынақтарда сыналады. Шаранамен туып едің, бөз оранып өтесің. Бір сағымды қуып едің, қай уақытта жетесің. Қанша дәулет жиып едің, бәрі қалды нетесің. Мал үшін жан қиып едің, қайтып алып кетесің. Хақ мұсылман кім болар? Айтса сөзі шын болар. Рахым, ұят, ар, ынсап, төртеуі болса дін болар. Төртеуінің бірі жоқ, бойында иман нұры жоқ. Құр айтқанмен бола ма? Мұсылмандық түрі жоқ. Іздегенің мақтан ғой, далақтап күнде шапқан ғой. Не күн туды басыңа, тегінде жын қаққан ғой. Неменені қимайсың, нәпсіні неге тыймайсың? Өзіңді кімге сыйлатып, өзің кімді сыйлайсың? Ең зиянды адам мінезі тайғақ, екі сөйлейтін адам. Мейірім, ынсап, ақпейіл, адал еңбек. Осы төртеуі кімнің бойында болса, сол шын адам болады. Мал мансап адамзатты мас қылады, мейірімді ет жүрегін тас қылады. Тәкаппар, әділетсіз залымдарды бағы қайтқан сорлы елге бас қылады. Сен ата-анаңның үмітісің, сен қайталанбас тұлғасың. Өз өміріңнің белсенді жасаушысысың, сондықтан өзіңе ғана сен. Қандай жағдайда да еңсеңді биік ұстау, жарқырау сенің өзіңе деген сыйластығың. Ешқашан өзіңді көзге, сөзге беріп қойма. Өзгелер сені жыққысы келсе де, ең әуелі өзіңді құлатпа. Өмірдің өзі уақытша. Алла тағала адамға байлықты сынақпен береді. Біреуге байлық береді, біреу тыныштық бермейді. Отбасында береке болмайды, кесел мен ауру беріп қояды. Алла адамға не берсе де сұраусыз бермейді. Бергеннің ертең қиямет күні туғанда сұрауы болады екен. Саған берілген әрбір артық нәрсенің үтір нүктесіне дейін сұралады екен. Егер саған Алла байлық бермесе, оған налудың еш жөні жоқ. Есесіне сенің ұйқың тыныш, отбасыңда береке бар.
Ол саған өлшеніп берген бақыт екенін ұмытпа. Бұл тірлікте бәрі өлшеулі. Бақыт та, байлық та, уақыт та, тіпті өмірдің өзі де өлшеулі емес пе? Сондықтан барыңа шүкір ет. Жанымның білем тыншымайтынын, тұнжырап мына қалса маң. Алладан менің бір сұрайтыным, бақытты болсыншы барша адам.